Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді және өте тойымды салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен бір пиязымызды өте ұсақтап турап алатын боламыз. Турап дайындаған пиязымызды табада сәл сұйық майда қуыратын боламыз. Пиязды қуырғыларыңыз келмесе, сәл тұз салып, қайнап тұрған су құйып, сәл 10-15 минутта бұқтырып, яғни маринадтап алсаңыздар болады. Пиязымыз сәл қызарды, осындай ғып қуырып алдық. Ендігі кезекте бізге 9 жұмыртқа қажет болады. Ол енді сіздердің тарелкаларыңыздың көлеміне байланысты. Маған 8 жұмыртқа жеткілікті болды. Суда қайнатып пісіріп, аршып, осылай ағынан сарысын ажыратып, дәл ортасынан кесіп дайындаймыз. Жұмыртқаның сарысын осылай шанышқының көмегімен ұсақтаймыз. Мен сәл кеңірек ыдысқа аударып алдым. 2 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша араластырып дайындаймыз. Сәл қара бұрыш қосамыз. Және тұз қосамыз. Менде тұзда кепкен сарымсақ және ас көк бар. Сіздер сарымсақты ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Одан бөлек бізге тауықтың төс еті қажет болады. Менде тауықтың төс еті болған жоқ. Менде тек үндіктің, яғни күрке тауықтың төс еті болды. Оны осылай ұсақтап турап алдым. Тауықтың төс етін турап алған соң, табада жаңағы пиязды қуырған сұйық майда қуырып алатын боламыз. Сіздер қуырғыларыңыз келмесе, суда қайнатсаңыздар болады. Болмаса, копченая курица дейміз ғой. Сондай копченая курицаны ұсақтап турап пайдалансаңыздар болады. Сәл суы шыққан соң, кішкене дәміне қарай тұз қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тек кепкен сарымсақпен тұз қостым. Қақпағын жауып, сәл пісіріп алатын боламыз. Тауығымыз піскенше жаңағы жұмыртқаның ағын, яғни ағына сарысын толтыратын боламыз. Жұмыртқаның сарысын осылай сәл майонез, тұз, қарабұш қосып, қайтып толтырсаңыздар дәмдірек болады. Тауығымыз осылай қызарғанша қуырылды. Салатқа басқа да салатын заттарымызды үкіштен өткізіп дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Мен 2 орташа картопты суда қайнатып, осындай ірі үкіштен өткізіп дайындап алдым. Және бір сәбіз қажет болады. Сәбізді деме суда қайнатып, осындай ірі үкіштен өткізіп алдым. Салатымызды жинаймыз. Ең астына үкіштен өткен картопты саламыз. Сәл майонез қосамыз. Үстінен сәбізді жаймалап салып шығатын боламыз. Және де сәл майонез сығып, оны осылай қасықтың көмегімен жұқалап аламыз. Оның үстінен жаңағы қуырылған тауығымыздың төс етін салып шығамыз. Міндетті түрде артық майын алып тастаңыздар. Сәл майонез сығып, оның үстінен бағанағы қуырып алған пиязды салып шығамыз. Мен пиязды ситада артық майын сорғытып алдым. Енді жаңағы толтырылған жұмыртқаларымызды үстінен қойып шығатын боламыз. Кішкене майонез сығамыз, үстінен ірімшікті үкіштен өткізіп қосамыз. Ұсақ үкіштен өткіздім. Салаттың бетіне қатты ірімшік пайдалануға кеңес беремін, және түсі ақ болса өте әдемі көрінетін болады дастарханда. Және анардың дәнектерін, яғни гранаттың дәнектерін сеуіп шықтым әдемілік үшін. Салат өте дәмді және тойымды болады. Дайындап көріңіздер. Салатқа байланысты сұрақтарыңыз болса, астына жаза кетіңіздер. Көрген кезде міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.